саламатсыздар ма, YouTube каналының көрермендері? Бүгін сіздермен баламақтың екі түрлі тәсілімен бөліскім келіп жатыр. Бұл тағамды бала кезімде анамның атама істеп жатқанын көргем. Кейін ұлғайғаннан кейін мен анама істедім. Бұл жас босанған әйелдерге, кішкене ауырып тұрған балаларға берсе тойымды, жұғымды, тез ет алуға көмек береді. Сонымен бастаймыз. Мен екі түрлі істегім келіп жатыр. ұн, шекер, тұз, фрукты, сары майға, сосын сүт қосамыз. Содан кейінгісін құйрық майға, тұз, шекер, ұнменен істеймін. Сонымен бірінші сары майды істеймін. Менің қолдың майы болмады, соны дүкеннің майы жақсылап шызғырса бұл да болады. Кішкене тұз қосып істедім мен бұған. Бірінші кішкене майымызды бөліп алып шызғырып аламыз. Кішкене соған ұнды салып, ұнымыздың 4 қасық ұнымызды салып қуырамыз. Ұнның иісі, дәмі болады шеке кезінде, шик нәрсенің белгілі болып тұрады. Сондықтан бұл ұн піскенше қуырамыз жақсылап. Сап-сары болып шығады. Осылай қып-қызыл болғанша қуырамыз бұны. Мінекей қып-қызыл әдемі болып шықты, болды осыдан. Енді бұны алып, елегімізден өткізіп дайындаймыз. Оға дейін мына сары майымызды шызғыра береміз. Бұны әбден күйгенге дейін шызғыру керек. Сонда мінекей осылай әдемі болады. Дәмі ерекше болады осыдан. Бұған кішкене тұз қосу керек. Қолдың май емес қой бұл өйткені. Мінекей електен өткізіп қойған ұнымызға сүтті құйып, қайнағанша қозғаймыз. Қойылады, қойылған кезде екінші қайтара қалған сүтіміздің бәрін құямыз. Сөйтіп тез-тез қимылдап қозғалаймыз. Осылай осы қайнаған кезде бұған шекерімізді, тұзымызды салып, астын қозғай отырып пісіріп аламыз. Осылай тез болады бұл тағам. Өте жылдам болады. Тойымды, сүйкімді тамақ. Міне біздің сары майменен бітті. Мен 2 ыдысқа құйып көрсеткелі жатырмын сіздерге. Өйткені біріншінің қарапайым, біткеннен кейін ыдысымызға кішкене күйген майымызды құйып беруге де болады. Ол майды құя отырып, мысалы тәтті жейтін жас келіншектер балаларға беру керек кезде осылай тәтті қосып берсеңіз, өте сүйкімді ас болады. Әрі бұл да кішкене адамға пайдалы нәрселер. Осылай біз сары майдың 2 түрісіменен, сары майдан 2 түрлі қылып көрсеттік. Енді құйрық майменен істейміз. Құйрық майымызды бірінші қолшын шызғырып аламыз. Осылай бұған да кішкене тұз себем, өйткені жас құйрық болғаннан кейін кішкене дәмі кірмесе болмайды. Тұздап отырып, осылай жәймендеп шызғырып аламыз. Міне осы шыжығымыз бітті. Енді біз оны кішкене сүзіп тазалап майымызды алып аламыз. Міне енді күйген құйрық майымызды 1-2 қасық осылай құйып, оған жаңағы 4 қасық салдым. Мен 4 қасық ұнымызды осыған қуырып аламыз. Жаңағыдай сары майға қуырғандай етіп, құйрық майға қуырамыз. Бұны да осылай қуырып болғаннан кейін електен өткізіп дайындаймыз. Үстіне сүтімізді құйып жартылай қайнатамыз. Осылай қойылғаннан кейін қалған сүтімізді құямыз. Мен 4 қасыққа 400 грамм сүт құйдым. 1 қасық шекер, 1 чайный ложка тұз салдым. Екеуіне де дәмі бірдей болып шығады. Тек қана біреуі сары майға, біреуі қол майға шығады. Бұған да осылай шекерімізді, тұзымызды салып, кішкене қайнатамыз. Сонымен бұл да дайын болады. Осылай дәмді етіп істесеңіздер, тек қана келіншектерге емес, үлкен қария кісілерге де өте жағымды тамақ болады. Мінекей біздің құйрық майға істеген балағымыз да бітті. Енді бұны бетіне күйдірген құйрық майымызды құйып былай беруге де болады. Бұны қаласа жаңа шызғырған шыжығымызды салып осылай етіп беруге де болады. Өте бір сіңімді, тойымды, сондай
жаңағы керемет. Сіздермен бірге болған Лейла. Ұнаса видео тіркеліп, лайк басып өтуді ұмытпаңыздар.